Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай жылқының етінен қаз айналдыратын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Және де тоңазытқышсыз сақталу жолдарын айтып өтемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де көп рецепттер болады. Ең алдыменен ішегімізді жақсылап 5-6 рет тұзды сумен жуып аламыз. Және ішкі жақтарында жақсы кету үшін айналдырып жуып алатын боламыз. Сонда жақсы болып иісі шықпайтын болады. Мінекей сарымсағымды үкіштен өткізіп алдым және тұз, бұрыш, лабы жапырағын араластырып алдым бірден. Еттерімді осылай турадым. Менде қанша килограмм ет екенін білмеймін, сондықтан көз мөлшерімен салатын боламын тұзын. Еттерді осындай көлемде салдым және жылқының қабырғаларынан да қостым, сүйектерінен де. Ішіне өте дәмді болып шығады. Мінекей осындай көлемде турап алдым. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай турасаңыздар болады. Және мен барлық бұрышын, тұзын және де сарымсақты көз мөлшерімен жасадым. Сіздер өздеріңіз солай көз мөлшерлеріңізбен салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып алатын боламыз тұзымызды және де сарымсақтарымызды. Содан соң 15-20 минутқа тындырып қоямыз, кішкене дәмі кіргенше. Содан соң барып ішектерімізге салатын боламыз. Мен ішіне артық дәмдеуіштер салмадым, тек қана тұз, бұрыш, лабыр жапырағы және де сарымсақ салдым. Себебі басқа дәмдеуіштер салсаң дәмі бұзылып кетеді. Енді ішегімізге салуды бастаймыз. Осылай барлығын жақсылап салып аламыз, тығыздап. Мен ішектің ішіне бір ет, бір майдан салдым, сонда өте дәмді болып шығады және кесілген кезде де әдемі көрінетін болады. Осылай жақсылап тығыздап салатын боламыз. Жіппен байлап қойсаңыздар да болады және осылай уақытша таяқшамен де бекітіп қоя тұрсаңыздар болады. Барлығын салып болғанша өздеріңіздің қалауларыңызша жасай бересіздер. Осылай тығыздап салатын боламыз. Енді қалған ет бар еді менде, соны банкаға осылай жасап көрдім. Мариноваттап, яғни банкаға салып қоямыз. Бетін қақпағын жақсылап тығыздап ауа кірмейтіндей қылып салсақ, осылай саламыз, қатты басып. Содан соң біз қақпағымызды қатты жабамыз және оны салқын жерге қойсаңыздар бір талайға дейін өзінің дәмін жоғалтпай тұрады. Тоңазытқышсыз яғни. Сіздер де жасап көріңіздер. Содан соң тағы бір әдісі, осылай еттеріміздің барлығын жақсылап тұздап алдым. Содан соң осылай, яғни жылқының қарнына салып, салқын жерге іліп қойсаңыздар, өзінің балғын дәмін, яғни свежий дейді ғой, свежий күйінде сақтап тұрады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Бұрын ата-әжелеріміз осылай жасаған, сіздерде осылай тоңазытқышсыз сақтауға болады. Яғни балконда, сарайда деген жерлерге іліп қойсаңыздар, тоңазытқыш қажет емес. Мінекей дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған аспаз келін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.